Біз Семей қаласындағы физика-математикалық бағыттағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 11-ші сынып оқушылары Қанағатова Жансая және Бөдес Нұржан. Ұсынып отырған жоба Қазақстанның болашаққа қойған мақсаты негізінде жасалынған. Соның бірі болашақ энергия. Ал біздің мақсатымыз Қазақстанның жасыл экономика жолына өтуіне септігін тигізу. Бұл жобаның өзектілігі тұрғындарға тек қана экологиялық таза энергия көзін емес, сонымен қатар жанұя қаражатын үнемдейтін энергия көзін ұсыну. 10-ші сынып оқып жүрген кезімізде физика пәні мұғалімі Замира Камалетденқызы бізге үй тапсырмасы ретінде жылу энергиясын өндірудің тиімді және арзан жолын қолданысқа енгізу мәселесі туралы ойланып келуді берген болатын. Осы жұмыс нәтижесінде көптеген идеялар айтылып, олардың ішінде біздің жұмысымыз үздік бағаға ие болды. Мұғалім қолдауымен біз бір жыл төңірегінде жобаны жетілдіру үшін жұмыс атқарып, қазіргі нәтижеге жеттік. Жобамыздың басты құрылғыларының бірі бұл пельт элементі. 19 ғасырда француз ғалымы Жан-Шарль Пельтье өткізгіштен электр тогын өткізген кезде Джоуль Ленц жылуынан бөлек басқа жылу бөлінгенін байқаған болатын. Ал ток бағытын өзгерткен кезде өткізгіш керісінше суыды. Соңынан бұл құбылыс Пельтье эффектісі деп аталынды. Пельт элементінің жұмыс істеу принципі аталып кеткен құбылысқа негізделген. Элементтен ток өткен кезде оның бір жағы суып, екінші жағы қызиды. Пельт элементі қазіргі кезде автокөліктерде кондиционер ретінде, сонымен қатар компьютер процесстерінің суытқыш ретінде және де әрбір офисте кездесетін диспенсерлерде қолданылады. Алдарыңызда тұрған жұмыс моделі пельт элементінен, радиатордан, жер асты суынан және су сорғыштан құралған. Пельт элементінің ыстық жағын біз бөлмеге жылу беру үшін қолданамыз, ал суық жағына радиатор орнатып, оған құбыр арқылы су жүргіземіз. Бұл процесс нәтижесінде пельт элементі 50 метр куб көлемдегі бөлмені 1 сағат ішінде 2 градусқа көтереді. Жалпы біздің ұсынып отырған пельт элементі ол көмірдің альтернативасы болып келеді. Жалпы қазіргі кездегі біздің жүргізген зерттеулеріміз бойынша көмірдің 1 тоннасы 10 мың теңгені құрайды, ал бір маусымға қажетті көмірдің мөлшері 6 тоннаны құрайды. Жалпы біздің пельт элементіміздің бір данасы 900 теңге болса, жалпы 50 метр кубтағы көлемге 8 пельт элементі жеткілікті болып келеді. Сіздің жалпы шығыныңыз электр қуатына кететін шығынмен қосқанда 11 мың теңгені құрайды. Яғни көмірмен салыстырғанда 6 есе тиімді. Қорытындылай келсек, біз ұсынып отырған жобамызды тұрмысқа енгізу арқылы көптеген мәселелерді шешуге болады. Біздің жобамыз әртүрлі мамандар мен сарапшылардың бағасын алып, жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық дарын ғылыми жобалар конкурсының күміс жүлдесіне ие болды. Болашаққа қойған мақсатымыз бұл жобаны ары қарай жетілдіру.